Баршаңызға қайырлы күн, құрметті менің алтын көрермендерім. Сіздермен Гүлнұр, менің ас үй арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен дәл осындай салаттың жасалу жолымен бөлісемін. Құрамы өте қарапайым, яғни үйдегі бар заттардан жасалады. Видеоны өткізіп алмай, соңына дейін қарап, дәл осы салаттың жасалу жолын тамашалаңыздар. Дәл осы салаттың жасалу жолы ұнаса, міндетті түрде подписация қара батырмасын басып, арнама тіркеліп, және де лайктарыңызды аямай басып, сонымен қатар өз пікіріңізді де жаза кетуді ұмытпаңыздар. Құрамы 4 қана заттан құралған бұл салат түрі кез келген мерекелік дастарханымыздың көркін ашып, сонымен қатар қонақтарымызға да 100% ұнайды деген ойдамын. Ол үшін бізге ең алдымен майонез, консервідегі жүгері, қызанақ, қияр, қайнатылған жұмыртқа және де кез келген көкшөп қажет. Ең алдымен қызанағымызды теңдей 2 бөлікке бөліп, осылай керек емес артық жерлерін алып тастап, ірілеу көлемде тураймыз. Салатымыздың құрамына қосылатын заттарды дәл осылай видеодағыдай ірілеу көлемде турасақ, біздің салатымыз ерекше әрі әсем көрінеді. Сонымен қатар, келесі кезекте бізге қияр қажет. Қиярымыздың да осылай керек емес артық жерлерін алып тастап, теңдей 2 бөлікке бөліп, одан кейін осылай салат жасауға арналған ерекше пышағымыздың көмегімен қиярымызды да осылай ірілеу көлемде турап шығамыз. Салатымыздың құрамы бойынша бізге алдын ала қайнатылған жұмыртқа қажет. Жұмыртқамызды да дәл видеодағыдай теңдей 4 бөлікке бөліп қосамыз. Сонда біздің жұмыртқамыз ешқандай езілмей, салатымыздың ішінде бүтіндей жүреді. Ыдысымызға алдын ала турап алған қиярымызды, қызанағымызды және де консервідегі жүгерімізді, одан кейін бөліктерге бөліп турап алған жұмыртқамызды, дәміне қарай көкшөп, яғни укропымызды, шамалы тұзымызды салып, оның үстінен 2 ас қасық майонезімізді салып, жақсылап біркелкі болғанша араластырып аламыз. Егер майонез ұнатпаған жағдайда, майонездің орнын зәйтүн майымен де алмастырсаңыздар, салаттарыңыздың дәмі өте керемет болып шығады. Салаттың құрамына қосылатын заттар тізімі мен мөлшерін төменде описание бөлімінде толықтай жазып қалдырдым. Дәл сол жерге кіріп, сіздер де жасап көріңіздер. Сонымен қатар, менің арнамнан түрлі тәттілер мен салаттар, ыстық тағамдар мен самсалар және де сусын түрлерінде таба аласыздар. Ол үшін міндетті түрде дәл осы арнаға тіркеліп алыңыздар. Алда өте керемет бір жасағаннан шығатын рецептерді жүктейтін боламын. Арнамды жоғалтып алмас үшін міндетті түрде тіркеліп және де қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болғандарыңызға үлкен рахмет. Сіздермен болған Гүлнұр. Келесі видеода жолыққанша аман сау болыңыздар. Ал бізге ас болсын.